Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы таң. Видео басталмастан бұрын арнамызға жазылып, лайк басып қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі видео неге көп адамдар құс бизнесін тастап кетіп жатыр деген видео болмақ. Неге бұл видеоны сүріп жатыр десеңіздер, енді көбі маған жазып жатыр ғой, құстан пайда жоқ, құс бақтым, құстан шығып кеттім, қазір басқа бизнестерге ауысып жатыр. Енді құс бизнесін бастаған жандар, құстан шығып кеткен жандар, ол құсты баққан кезде тек ақшаны ойлаған адамдар да. Ол жерде жалпы негізінде құс бизнесін жасаған кезде ол адамдар бақсы мақсаты ақшаны көздейді да. Бұл жерде құс бизнесінен алып батқанда енді көп ақша болмағанымен көп ақша табуға әрекет жасауға болады негізінде. Біздер басында хоббимен бастадық, қазір уже хоббиімізді ақшаға айналдырдық. Тағы айналдырып келе жатырмыз, солай біздер қазір көтеріліп жатырмыз жаймен деп. Сол себепті құс бизнесін бастаған кезде ең бірінші сіз құсқа деген махаббатыңыз болу керек. Бұрын соңды құс бақып көрген адам болу керексіз. Немесе бұрын соңды бақпай ең біріншіден бағып жатсаңыз, ол кезде сіз уже құстың пайдасын ойламаңыз. Ең бірінші сіз құсқа қандай жағдай жасап бере аламын, құс баққан кезде құсқа қандай жем шөбін тауып бере аламын, құсты қандай жағдайда асырайым деген сияқты өзіңізге мақсат қойыңыз. Тек қана ақшаны ойламаңыз. Мысалы, құсты алып, құсқа жағдай жасамасаңыз, құстың жемін бермесеңіз, құсты уақытында далаға шығармасаңыз, жем суын бермесеңіз, уже құс сізге ақша алып келмейді. Сіз өйткені құсқа жағдай жасамағаннан кейін құс уже сізге ақша алып келмейді, тек қана өле береді, немесе ауырып қалады, славиланады деген сияқты ғой. Сондай жағдайлар болады. Сондай адамдар сондайдың бәрін көреді де, сосын құс бизнесінен қашып бастайды уже. Пайда жоқ, анау деген сияқты. Жалпы енді құс бизнесінен де бөлек бір бизнесті бастаған кезде, соны шын көңілмен өзіңіздің ұнайтын сүйікті нәрсеңізбен айналысқан кезде де өзіңіз жаныңызды беріп жасайсыз ғой. Бұл жерде де сондай. Құс бизнесін бастаған кезде өзіңіз жан тәніңізді салғаныңыз дұрыс болады. Енді біздер өзіміз хобби ретінде бастадық құс бизнесін. Қазір Аллаға шүкір ақшаға айналдырып жатырмыз, әлі де айналдырамыз. Біздер бұл тас немен тоқтап қалмаймыз, и дальше өсе береміз бүйтіп, фук деген сияқты ғой. Бір орында тұрмау керек та. Бұл құстармен де біздер тағы шектеліп қалмаймыз. Ертең Алла қосса құс аламыз көктен басталған бойда. Менде қазір әзір қорам кішкентай болып тұр. Алла бұйыртса келесі жылы қора саламыз, планда қора бар. Тағы құстар аламыз. Жаңадан құстар келеді. Әртүрлі породыға көшеміз ба, или инкубационный жұмыртқа сатамыз ба, или чисто күнделікті жұмыртқа сатамыз ба, соның барлығын қазір біз алдағы уақытта ойластырып жатырмыз. Пландарын сызып жатырмыз. Қайсысын баққан кезде кішкене пайда қайсынан түседі деген сияқты, бізге қайсысы тиімді, қайсысы ыңғайлы деген сияқты сондай әрекет жасап жатырмыз. Өйткені менде қазір жұмысым бар адамын, мен жұмысыма сәйкес келетін мен өзіме порода ұстау керекпін, сәйкес келетінде мен құстарға жағдай жасау керекпін. Постоянно жұмыста болғаннан кейін енді мына жақта жұмысын тастап тек қана құсқа кетіп қалмаймыз. Өйткені құстың артын жабатын по-любому бір ақша керек болады. Мысалы, құс бағып отырмын. Бір уақытта құстарым жұмыртқа тумай қалды, жем алатын ақша болмай қалады. Сол кезде мындан қазіргі жасап жатқан жұмысымның айлығының 10%-ін мен құсқа жұмсай аламын. Жем шөбін алып берем, суын деген сияқты, сондай витамин деген сияқтыларын алып берем. Тауықтарым уже жақсы ақша түсіп бастаған кезде, манағы зарплатымнан қосқан 10%-ті кері обратно аламын да, өзімнің зарплатыма қоса қоям. Сондай жағдайлардың барлығын жасауға болады негізінде. Сол себепті құс бизнесін бастайын дейтін болсаңыздар, шын ниетпен, шын ықыласпен бастасаңыздар, сіздерге бұл құс бизнесі жақсы ақша алып келеді. Енді жоқ дегенде айына 200-300 мың ақша қалай солай табуға болады құс бизнесінен. Енді оны қазіргі таңда тауып жатқан жандар бар. Птиц фабрикаларда мысалы 10 мың басқа дейін, 5 мың басқа дейін құс ұстайды да. Өздерің білесіз, птиц фабрикалар құстан пайда болмаса, олар уже баяғыда жабылып қалатын нәрселер құс фабрикалар. Оларда уже пайда түсіп отыр, күнделікті сатып алушылар бар, күнделікті тұтынушы бар жұмыртқаны. Тауықтың етін тоже күнде тұтынатындар бар. Мысалы,
біреулер бар ет жемейді, тауықтың етін жейді деген сияқты. Сондай жағдайлар көбіне қазір кездесіп жатыр қалалық жерлерде. Сол себепті құс бизнесін алдағы уақытта әрі қарай дамытуға болады. Мысалы, қазіргі таңда домашний құс, индоутка, қаз, үйрек, үндік, тауықтың жұмыртқалары да, еттері де жақсы сатылымға шығып, жақсы өтіп жатыр. Неге десеңіздер, қазіргі таңда үйден бағып асыраған жандар, олар уже өздері сойып жейтіндей қылып, витаминдер беріп, табиғи нәрселермен өсіріп, жұмыртқаларын сатып отқан жандарда. Ал мысалы құс фабрикасында олар уже витаминдер беріп, уколды салып, ана тауықтың бойында өсіріп бит тастайды. Ана тауықтың вообще жүнінде сүргізбей, тек қана жұмыртқасын туғызып, и соңында өздерін сатып береді халыққа. Сондай мақсаттар, сондай нелер болып жатады. Сол себепті сіздерге айтарым, құс бизнесін бастаңыздар, тастамаңыздар, до конца алыңыздар. Бұл жерде ақша бар, пайда да бар. Тек главный шын ниетпен, көңілмен салған ақшаңызды қайтарам десеңіз, шын көңілмен бастаңыз. Өзіңіздің машинаңыз сияқты, өзіңіздің әйеліңіз сияқты, немесе өзіңіздің балаңыз сияқты қараңыздар құсқа да. Сол кезде құс сіздерге жақсы өнім береді, жақсы нәрсесін береді ғой. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар достар. Қазір енді бізде күн салқында болып тұр. Кішкене қолда қатып қалды, тауықтардың жем суын беріп жатырмыз қазір. Қазір уже қамаймыз барлығын бірге. Туған жұмыртқалары жарылып қалып жатыр, тауықтардың уже, үйректердің, тауықтың туған жұмыртқалары жарылып қалып жатыр. Аяз содан ба, соны түсінбей жатырмын.